бәрі де тоз ел жақта. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйініп тұрып, анам сүйінген шарбатқа. Спорт дегеніміз не? Шынықсаң шымыр боласың. Демекші, дене жаттығуы, қимыл қозғалыс адам баласына қашанда пайдалы. Күні бойы өзіңді сергек сезініп жүрудің де бір тәсілі спорт. Олай болса, бүгінгі спорт күніне арналған іс-шарамыздың тақырыбын дәстүрден тыс спорт ретінде ауыл тіршілігіндегі қазақи спорт деп қойдық. Себебі ауылда барлық шынайы. Адамдардың көңілі де, пейілі де, еңбектері де адал, әрі мақтан етуге тұрарлық. Ауылда туған жандар, немесе тұратын жандар, нағыз денесі шыныққан еңбек адам болып табылады. Ендеше, осы тақырыпта жарысқа түскен, жаттықтырушы мен тәрбиешіден құралған 5 жұптың ішінде басы бозған 2 жұптың еңбектерін тамашалайық. Жан болмасаң жеңеші менің, ағаммен алдымдағы теңесер едің. Астарлап сырымды айтып жүрегімдегі, жоспарлап келешекті кеңесер едім. Қазақтың келініне көне бір үлгі, қайнысын еркелетіп төгеді нұрды. Мен саған ат қоямын, төре жігіт деп, ел жұртқа көрсетерсің төрелігіңді. Анамның бабын тапқан жеңешем, ағамның бағын жаққан жеңешем. Әулетім дойлап әуреге түскен, ақ емес менің, ақ емес менің әппақ жеңешем. Жеңгелеріне жағатын қайным, қыздардың тілін табатын қайным. Жақын күндерде өзіммен бәріп, бір қызға сырға салатындаймын. Бармаған салтанатты сарай қалмады, ғашығым ғарыштама қалай болғаны. Болса да үй болудан үйлену оңай, жар табу дәл өзіңдей оңай болмады. Сүйгенің сырын көрмей жолықпағасын, жастығым өтеді деп қорықпағасын. Қайным қырдан асып қыдыра берсен, қайнаға көп келінге болып қаласың. Анамның бабын тапқан жеңешем, ағамның бағын жаққан жеңешем. Әулетім дойлап әуреге түскен, ақ емес менің, ақ емес менің әппақ жеңешем. Күліп тұрып қайнаңда ұмытырып келесің. Біліп тұрып, оғып тұрып қайғымда күле бересің. Күліп тұрып қайныма үміт болып жүр деймін. Біліп тұрып, оғып тұрып қайғыңа енді күлмеймін. Жеңеші қашан табасың, ай қайнаңа бір келін. Асығып неге барасың, қиналып жүрмедің. Еркеннен сені жеңгем,
мазалап жүр деп ең. Қаратпашы мені сен жерге, соны да білмеппін. Күліп тұрып қайным ау, үміт қылып жүр деймін. Біліп тұрып, ұғып тұрып қайғыңа енді күлмеймін. Күліп тұрып қайнаңды ұмытырып келесің. Біліп тұрып, ұғып тұрып қайғымды күле бересің. Жүрсін бойдақ деп сені ойладым. Бойдақ боп жүрем қашанғы, бойда күш тасып тұр. Маған бір той жасауды жылдам нәсіп қыл. Күліп тұрып қайнаңды ұмытырып келесің. Біліп тұрып, ұғып тұрып қайғымды күле бересің. Күліп тұрып қайным ау, үміт қылып жүр деймін. Біліп тұрып, ұғып тұрып қайғыңа енді күлмеймін. Ауылың болса жақсы, болмаса несі жақсы? Ал сіз ше, өз ауылыңызды сағындыңыз ба? Және де осы ауылдағы тіршілік қаладағы тіршілікке қарағанда нағыз спорт екеніне келісесіз бе? Себебі өмірдің өзі спорт. Олай болса, назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.